Кеше Интер мен Барсаны көрдім ба? Диванды көтере кетемін сразу мен. Мынау видео қайсыдан отыр ғой? Қате ма? Өзі бастайық енді. Тұрып бастайық енді отырамыз. Ыңғайсыз өтті. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, бұл біздің ұстаз оптың 3-ші шығарылымы. Яғни ұстаздармен емін-еркін форматта сұхбаттасамыз. Бүгінгі біздің шығарылымыз сіздерге керемет көңіл күй сыйлайды деген үміттемін. Қалай келдің, Елдар? Жақсысың ба? Жақсы, Аллаға шүкір, иә. Бүгінгі жеңісіңмен шын жүректен құттықтаймын. Осындай биік белестерде бағындыра бер. Бірақ енді саған үміт көп қой. Сен барған жерінде көп жерде бірінші орын алып келесің. Саған енді әңгіме жоқ. Енді қалай бастайық? Басынан бастаймыз ба, ортасынан бастаймыз ба? Өзіне қалай ыңғайлы? Өзіме қалай ыңғайлы, иә. Жалпы спортқа қалай келдің? Бала кезінде нені армандадың? Бірінші сұрағым. Енді бұл спортқа мен алғаш осы мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде анам алғаш рет күреске берді. Өтірік айтпасам 4-ші сыныпта ма, сол кездері күреске берді. Мен сол 4-ші сыныптан бастап қазіргі таңға дейін күреспен айналысып келемін. Қазіргі таңда өзім осы мектептің жаттықтырушымын күрестен. Жалпы айтқан кезде ол кездегі алғашқы мен жаттықтырушым осы өзіміздің мектебіміздің мұғалімі, ұстазы Ерлан Жұмаханович болды. Сол кісіде болдым. Сол 4-ші сыныптан 11-ші сынып аяқтағанға дейін сол кісінің оқушысы болдым десем болады. Енді бала кездегі енді арман көп болды ғой. Енді басында енді ойым бала болғаннан кейін жан-жақта болды, жинай алмадым, бірақ өзімді іштей дайындадым, әскери адам болсам ба деген бір ой болды да басымда. Енді қазір Аллаға шүкір, енді сол алғашқы әскери дайындық пән мұғалімі болып отырмын. Сол әскер адамы болуды армандадым көбінесе. Өзімнің мінез құлқым, табиғатым сондай немеге келгеннен кейін сол әскери адам болдым. Бірақ бала күндегі арманың толықтай орындалды, иә? Иә, орындалды десек те болады енді. Жалпы алғаш рет жарысқа қатысқан кез есіңде ме? Қандай қызықтар болды? Алғаш рет енді сол Ерлан ағам жарысқа апарып, ол кезде еркін күрескпен айналысамыз бәріміз. Жарысқа қатыстық. Сол енді жарыста ұтылып қалдым, мен ең бірінші жарысым ғой ол енді. Сол кезде мынандай енді жылап неткен жоқпын да, бірақ енді көңіл күйім түсіп, намысым енді басып отырды да. Сол кездегі ең алғашқы алған менің мадақтамам «За волю победы» дейді ғой. Сондай мадақтама болды ең алғашқы жарысымда. Есімде қаларлықтай болды. Ең қалатын әлі күнге дейін сол мадақтама әлі күнге дейін бар да менде. Өзіңмен бірге. Жеңіске деген жігерлік үшін деген мадақтамам болды ең алғашқы. Спортшы ретінде өзіңді қандай тәртіпке үйреттің? Енді ол спортшы, енді ол спорт ол бәрі тәрбиелік мағынасы бар нәрсе ғой. Адам спортшылардың қай-қайсысын алмасаң, қарап алмасаң, ол биік бір белестерді бағындырады, бағындырғысы келеді. Жалпы өзінің ұстанымы, мысалы көшеде жүргенде де, басқа жерде де, қоғамдық ортада жүргенде де, ол спортсмен адам, ол өзінің спортсмен екенін өзі бірден былай байқалып тұрады. Ол адам мінез құлқынан, жүріс тұрысынан дейді ғой. Спортшы ретінде, өзіңді сондай тәртіпке үйреттің. Өзімді сол тәрбиелік немеге тәрбиелеп. Енді қайда оқыдың, өзіңе қандай мұғалім әсер етті, осындай спортқа енді толықтай айта кетсең? Жалпы спортқа ма? Иә, жалпы спортқа. Енді қайда оқыдың, осы спортқа тікелей қатысы бар мұғалімді айта кетсең толықтай. Осы мектепте мен оқыдым. Ол кезде бұл мектеп Ленин атындағы орта мектебі болды. Өзімнің ұстазым, сынып жетекшім Күлтас Ернісімнаның болды. Енді сол кісі менің осындай бір үлкен азамат болып, былай ер жеткеніме сол кісінің үлкен бір үлесі бар деп айта аламын мен. Ол кісінің енді тәрбиелік жағынан, шешімділік жағынан сол кісінің үлесі өте көп болды. Ал енді спорт жағынан болған кезде сол айта кететін жәнегі Ерлан Жұмаханович ағам. Ол кісі енді бөлек кісі болды. Жарықтық мінез құлқы жағынан да, біздің тәрбиемізге де үлкен үлесін қосқан кісі сол Ерлан ағамыз болды ғой. Ол кісі бізге тек қана күрестен емес, өзіме футболдан да берді, футболдан үйретті бізге.
Жалпы алған кезде ол кісінің барында тәртіп болатын әр жерде. Жарыс болса да, мысалға мектеп сабақ болады ғой, ол кісі өзі осы физкультура сабағынан берді да. Спорт залда тәртіп болатын. Біздің кезімізде балаларда тәртіп болатын. Қазіргі байқап қарасаңыздар, переменнің кезінде балалар доп алып ойнап жүреді, мысалға емін еркін жүре береді ғой. Біздің кезде ондай болмады. Біздің дене сабағына келген кезімізде киім ауыстыратын бөлмеде киімімізді ауыстырып алып, спорт залда бір кісі болмайтын. Бәріміз сыртта жүретінбіз, коридорда тұратынбыз, пока перемен соғып, сабақ басталмайынша кірмейтінбіз. Ол кісінің өйткені сондай бізді тәртіпке бағындырды да ол кісі. Жалпы үйреткен кезде осы мектептің осы ер азаматтарына үлкен үлесін қосқан кісі ғой Ерлан ағамыз. Сол кісі мені спортқа баулады, сүйреді деп те айта аламын. Қазіргі мен осындай бір айтып отырсың ғой, және барған жерінен бірінші орын алмай келесің деп енді мақтап отырсың ғой. Сол кісінің үлкен үлесі бар бұл жерде. Жалпы қазір айтқан енді талай адам осы сол кісіні қолдайды. Қазір осы ауылымызда Ерлан аға десе біраз жігіт орнынан тұрып сәлем беретіндей сондай кісі болды да ол. Тәртіпке бәріне сол кісі үйретті. Мына қазіргі футболды ойнағаным, күресім, жалпы балаларыммен тәртіппен жұмыс жасағаным бәрі сол кісінен сабақ алғаным ғой. Сол кісі үйретті деп айта аламын. Сол кісінің қазір сенде мінезі бар ма? Иә, бар деп те айта аламын. Ол кісінің мінезі өте қиын болды ғой. Ол кісі анау артық қылтын сылтын жақтырмайтын кісі болатын ол. Бір беткей сондай бір қалай айтса болады оны. Ол көп сөйлемейтін өзі. Айтты ма, оны айтқанын істеу керексің болды. Істемеген де ол ар жағы өте қиын болады. Ұрсатын. Ерлан аға қазір алғысың шексіз. Өте алғысым шексіз. Енді қазіргі таңда сол кісінің бауырымен, ұлымен футбол ойнаймыз ғой бәрі. Енді өзіме енді ол өте жақын кісі. Жақын деп те айта аламын мен. Енді екінші осы әкем деп те айтсам да артық етпес ол кісіні. Қазір мектепке де осылай спорт жағынан болсын, әскери жағынан болсын, сабақ беріп жүргеннің бірден бір үлесі сол Ерлан ағам деп айтасың, иә? Үлесі деп айта аламын, иә. Осындай жалпы осындай ер азамат болып өскенімде енді сол кісіге бүйтіп мынандай тәрбиелігі жағынан да, спортқа деген, жеңіске деген ынтамның ашылуына да сол кісі үлкен үлесін қосты осы спортта мен. Ал қайда оқыдың? Жоғары оқу орны. Жоғарғы оқу Сәрсен Аманжолов атындағы университетінде оқыдым. Ол кезде енді осы алғашқы әскери дайындық пәні мұғаліміне оқып бітірдім. Спортты тастамадым. Университетте оқып студент болып жүрген шағымда. Енді ол бір өмірімнен енді бір қызық оқиға айтайын. Енді көбінесе мына балалар енді студент болып барғаннан кейін көбісі демалғысы келеді, бүйтіп қыдырғылары келеді, андай караоке деген сияқты жерлерге барады, қыздармен жүргілері келеді деген сияқты ғой. Бірақ та мен де осы жерде алғыс айтатын, әкеме алғыс айтқым келеді. Мені анандай бос уақыт, андай артық қылтын сылтын уақыт қалдырмады маған. Неге десең, мен студент болып оқуға түстім. Содан кейін енді оқуым деп бастады ғой. Сол кезде мені ең алғаш апарды да спорт школаның тренировкасына салды. Күрестен, дзюдодан. Алғаш рет дзюдоға барған кезім ғой. Сол жерге апарып сөйлесіп, таныстар арқылы бір кісімен, Советхан деген ағамен таныстырды. Сол кісі мені ары қарай жетелеп осы спортта талай жетістікке, күрестен, именно осы күрестен жеткен жетістіктерім, сол қалада үлкен жетістіктерді бағындырғаным, сол Советхан ағаның оқушысы болып бағындырдым. Мысалға студент болдым, жүрдім, оқыдым. Мен саған қазір графигімді айтып берейін. Жүрдім, сабақ оқып жүрдім. Содан кейін сабақтан кейін тренировкаға барам. Тренировкадан кейін шығам, үйге келем, тамағым ішем, жатам. Болды. Артық қылтын сылтын барып басқа енді жора жолдастар болды, қыдырып жүрген, таныстар болды, клубта жүретін. Менде ондай дым нәрсе істеген жоқпын ондай. Оқуға бардың, оқыдым. Жарыстарыма қатыстым, тренировкамды істедім, болды. Оқуыңа түсуіңе үлесін қосқан әкең? Оқуыма түскен енді, әкемнің үлесі ол жерде мол ғой енді. Енді сол оқуға түсетін, ол түсер кезде де өте қызық болды енді ол анан. Оқуға түсу үшін физподготовка деген болады ғой. Физподготовка тапсырған кезде бәрін мен 5-ке тапсырдым да. 5-ке тапсырдым. 5-ке тапсырғанда
енді лучший результат дейді ғой, жоғарғы андай результаттарды көрсеттім да. Енді ол енді мына жақта мектепте енді үйреткен ағаларым болды ғой, Ерлан ағам болды, осы ауылда әкем мысалға неме көмектесіп, бар тренировканы істе, жатпа деген сияқты сол кісілердің арқасында мен сондай үлкен бір нәтиже көрсеттім бе деп ойлаймын сол немесінде. Мен бір қарап отырсам, сенің осылай тәрбиелі, енді айтып отырсың оқуыма бардым, оқуыма барғанның өзінде де мендегі өзімде стабильный график бар. Барам, сабаққа барам, тренировкамды істеп, үйге қайтамын, тамақ ішіп жатамын. Жалпы үлесін қосқан адамдар көп екен. Оларға үлкен алғыс айтамыз. Енді дәл осындай сені мықты қылып тәрбиелегеніне. Енді өзің жайлы, өзіңнің отбасың жайлы бір толыққанды айта кетсең. Отбасым жайлы айта кетсем, қазір әке шешеммен тұрамыз. Жұбайым бар, 2 балам бар. Апайым бар, үйде тұратын бірге. Осында 2 балам айттым ғой. Балаң жайлы айтып жатырмын. Балам жайлы айттым. Сол отбасым толыққанды, отбасыма сәлем. Жаңағы енді көбіне енді өзің көріп жатсың алдындағы сұхбаттарды. Енді алғысты сен соңынан айтасың ба, или қазір айтасың ба? Енді бірақ енді сен отбасың жайлы бірақ ашып айтпадың ғой. Мамам, әкем қалай болдың, отбасылық жағдай қалай болды бала күнде, тоқшылық болды ма, жоқшылық болды ма, соны толыққанды айта кетсең. Отбасым жайлы айта кететін болсам, енді ол сәпсем енді жағдайым нашар болдық деп айтпаймын, жақсы болдық деп айтпаймын, енді орташа, енді қалыпты жағдайда болдым. Сол өзім мен шаруашылық отбасыдан шыққан баламын. Енді көп жұмыс жасадық, еңбек еттім, қара жұмысты да істедік бәріміз. 2 қарындасым бар өзімнің туған егіз, осы мектептен бітірген. Жұбайыммен танысып осы ауылға көшіп келіп тұрдық. Қазіргі таңда осы мектепте қызмет істейді ол кісі де. Ал енді 2 қарындасың өзіңе қарап өсіп келе жатыр деп ойлайсың ба? Мысалы, Елдар ағам мен мақтан тұтатындай деп, или енді өзіңнің қарындастарыңа енді бәрі 100% идеальный болмайды ғой адамдар. Мысалға енді сенің жақсы жақтарың да бар, жаман жақтарың да бар. Сол бір жақсы жақтарыңды ғана алсын деп бір сәлемдеме жолдап қой тоже. Жалпы енді қарындастарым жайлы айта кететін болсам, енді олар енді менімен бірге қатар өскен балалар олар енді. Мінез құлқымды да бәрін солар біледі мен. Қандай жерде сүрінгенімді де сол 2 қарындасым біледі. Енді мен жалпы айта алмаймын, олар маған қарап өсті деп. Мен наоборот керісінше олардан да қарап өзіме сабақ аламын да. Өйткені олар үздікке бітірді осы мектепті. Өздерінің тәрбие танымдары да сондай үлкен жоғары деңгейде болды деп айта аламын. Анандай жеңілтек қыздар болмады да, ол қыздар мысалы андай сабағын оқыды, олардың да графигі өте қиын болды. Сабақ оқитын мектеп кезінде, мен мектеп кезінде оқып жүрген кезде олар таңнан кешке дейін бастарын сабақ алмай оқи беретін. Ағылшынша да, орысша да өздері ізденістері сондай болды. Содан кейін олар сол Семей қаласындағы медицина университетіне түсіп, соны қазіргі таңда бітіріп жұмыс атқарып жатыр. Өздерінің бітірген мамандықпен жұмыс жасап жатыр. Керемет. Енді олардың тәрбиесіне, енді қыз баланың тәрбиесіне көбінесе енді анасы жауап береді ғой енді. Мамам да ол қыздарды енді анандай еркелетіп қойған жоқ. Сендер егіз қызсыңдар ғой, отырыңдар істемеңдер деген жоқ. Олар да менімен бірге қатарласып жұмыс істеді. Жаз болса біз отбасымызбен тауға шығып Алтайдың шыңына барып ес аудық, еңбек еттік. Бізге мен қазіргі таңда өзім отбасыма соның үшін ризамын да, әке шешеме. Неге дейсің ғой, ол бала кезімнен анандай ақшаның қалай келетінін, ақшаны бостан босқа шашпайтындығын бізге санамызға құйды ма деп өзім артынан ойланам да. Енді ер жетіп қазір өстік қой. Сол кезде енді балалықпен енді ренжисің, қыдырғың келеді, енді ауылда жолдастарыммен жүргің келетін сияқты мінезіңді көрсетесің, бірақ та содан кейін артынан қазір ойлап отырамыз ғой, енді әңгімелесеміз, үшеуміз отырып, сол кезде ойлаймыз да, мына әке шешеміздің бізге осындай үлесі, еңбекті бүйтіп еңбекке деген жақын болуды, әр нәрсені ақшаның қандай жолмен келетінін жалпы үйретті деп айта аламын. Еңбекке мықтылап баулуды деп айтасың. Енді маған қазір қызық болып тұрғаны, үйдегі жеңгеммен бірге қалай таныстың, сол бір қызық оқиға болса соны айтып берсең егер. Ол бір қызық оқиға болды, бұл жеңгеммен танысу деген ой. Мен енді осы мектепке дейін университет бітірген кезде шахтада жұмыс істедім. Кенші болып жұмыс істедім ғой. Сол жерде Жандос деген жігіт болды. Мен үйреткен әлгі
жер астындағы бұрғылауды деген сияқты үйреткен Жандос деген жігіт болды. Мен сол жерде сонымен кісімен араласып жүрдім. Содан кейін жұмыстан шығып кеттім да, МЧС дейді ғой, МЧС деген жұмысқа түспей жүрген кезінде әлгі ол кезде жеңген Инстаграм желісінде бір-бірімізге тіркелгенбіз. Университетте көріп жүрдім. Бір қызық оқиға болды. Университетте оқып жүрмін. Ол да сол мен оқыған университетте оқиды. Содан кейін екі группалас қызды құшақтап астында келе жатырмын. Соны айнада шашың тарап тұр екен. Енді ол кезде Инстаграмнан көріп жүрміз ғой бір-бірімізді. Сәлем Гүлназ дедім. Содан кейін сәлем деді. Сол екі қызды құшақтап жанынан өтіп кеттім. Ойда түк жоқ. Содан кейін бір күні Инстаграм желісінде отырсам, близкий друзьясына әлгі Жандос деген жігіт қайда? Сонымен фотоға түскен салып қойыпты. Енді таныс кісіні көріп тұрғаннан кейін сен қалай жауап бермейсің? Ағам неме деп, жігітім ба деп жазып жібердім. Ойда түк жоқ. Жоқ, ағам деді. Содан кейін енді анау таныс кісі, енді мынау сөйлесіп көрейін деп ақырын екеуміз сөйлесіп, сөйтіп танысып кеттік. Танысып, сөйлесіп, ары қарай жақынырақ танысып, кезігіп деген сияқты. Қанша уақыт сөйлестіңдер енді? Енді сөйлескенімізге енді үйленгенге дейін өзі 6 ай сөйлесіп, 6 айдан кейін біз тұрмыс құрдық қой екеуміз. 6 ай ғана сөйлестік. Ондай 2-3 жыл жүрген жоқпыз. 6 ай ғана сөйлестік. Бір жағынан сен негізі шыдамсызсың. Шыдамсыз болғанда енді айтады ғой, өз адамыңды тапқан кезде ол күтетін неме жоқ деп, уақыт жоқ. Өз адамым ба, ол өз адам. Мен де өзі бір сол кезде андай үйлену деген енді мынандай қалай айтсам болады саған. Енді өз адамын түсініп тұрасың ғой, ол өз адамын сен сияқты сезіп тұрғаннан кейін енді сол үйлендік. Содан кейін артынан білдім ғой, ол оказывается былай болыпты екен. Жандос ағасы ғой енді. Ағасы болып үйіне барады. Содан кейін үйде отырған кезде, ағасы ұйықтап қалған кезде ағасының телефонын алып бір нәрсе істемекші болған кезде ана жерде Эльдар звоноктан көремін, общем, Эльдар Даутханов деп тұрады ғой. Эльдар Даутханов дейді, мынау что-то таныс қой деп Инстаграмнан қараса, Инстаграмда екеуміз бір-бірімізге подписанымыз. Енді мына менің санамды, ойымды өзіне бөлу үшін ағасымен суретке түсіп, близкий друзьяға мені ғана белгілеп, сөйтіп салған ғой. Көрдің бе, қулық қайда жатыр сонда. Содан кейін барып мен көңілімді аудардым ғой. Айтпесе енді анандай таныста таныс сияқты жүре бердік қой. Сен екі қызың бар, иә? Қазір таңда Аллаға шүкір екі қызым бар. Үлкені Бағым, кішкентайы Бегімай. Енді Бегімайды енді көрдік, шын бар ғой. Бірақ Бегімай, енді сен өзің қалай? Өзің де көбін айтасың. Бегімай сен өзіңнің бала кезіңе ұқсай ма? Негізі бала кезің енді есіңде болса. Бегімай қатты енді ол әлі жүріп неткен жоқ қой. Түрі жағынан ол нағашы жұртына ұқсап кеткен Бегімай. Жасырып жаппаймын. Мына Бағым енді дәл өзім. Өзім дәл өзім, түрі де, қимылы да, істеген ісі, мінезі қарап отырамын ғой. Өзім сияқты мінезі бәрі. Енді қыз баласы енді әкесіне жақын болады дейді ғой. Үлкен қызым көбінесе өзіме ұқсайды. Енді қыз өсіріп жатсың, жалпы енді бір айта кететін, қозғайтын да әңгіме бар. Қыз тәрбиесі қалай болу керек? Сол жайлы бір айта кетсең. Енді қыз тәрбиесі жайлы айтқан кезде, ол қыз деген енді қонақ қой, бұл үйдің қонағы ғой. Ертең бұлар тұрмыс құрады, үйден кетеді. Бұларды енді әрқашанда төбемізде ұстауға тырысамыз. Өйткені мына әкемді үйдегі екі қарындасым болды ғой. Екеуіне чан жұқтырмайтын. Бір үйде алысып ұрысқан кезде екеуіне постоянно қорғап отыратын. Ол жарайды, ол қалады дейді да, қыз бала қонақ деп тәрбиеледі бізді. Қыз бала енді ол инабатты, ибалы болу керек. Мен өзім тәрбиесінде де мысалға екі қызым енді өсіп келеді ғой. Жалпы мынау дәл қарындастарымды қалай өсірді анам, дәл солайынан өсіргім келеді екі қызымды да. Өйткені менің қарындастарым бір жаман өсті, бүйтіп жаман қыз болды деп мен айта алмаймын. Мен қазір екі қарындасым жайлы айтқан кезде еңсемді жоғары ұстап, мақтанатындай, кеудемді тік ұстап жүре алатындаймын, шыны керек. Сол сияқты қазір енді анам қалай өсірді екі қызымды, екі қарындасымды, мен де солай өсірсем бе деп ойлаймын. Иә, керемет. Енді сен қазақша күресесің, қазіргі уақытта қазақша күрестен балаларға сабақ бересің, иә? Иә. Қазақша күрестен мына жерде енді өзің сабақ беру ерекшеліктерін қандай, сен қалай түсіндіресің? Енді бұл күрес жайлы айта кететін болсақ, бұл күрестің түрлері де көп қой. Енді бұның бір мағынасы, бұл бүкіл күресті бір нететін, бұл жерде тәртіп пен еңбекқорлық керек.
басқа анандай жаман неме керек жоқ анандай. Мен бүгін істеп, мысалы бір жарыстан бала ұтылып қалса, ол анандай кейбір балалардың психологиясында болады ғой, мен бір жарыстан ұтылып қалдым, болды, жолым болмайды деген сияқты ары қарай. Ол ондай болмау керек. Сен мына бірінші баспалдақтан 10-шы баспалдаққа бірден бара алмайсың. Сен бірінші баспалдақты бірінші басқаннан кейін екінші баспалдаққа баруың керек, еңбектену керек деген сияқты. Сол кезде ғана бір биік шыңдарды бағындырасың деп нетем балаларға. Енді мен балаларға енді ерекшелігім айта кетсем, мына тренировка жасатқаннан бөлек бүйтіп балаларды жинап алып, ортаға жинап алып, осындай ақыл кеңесімді, мына жүрек телбірететіндей анандай сөздерімді айтып, ерекше былайынан қолдап отырам. Әр балам енді мына әр күрестегі балам енді өзім балаларым сияқты шыны керек. Өзім ана жарыста тұрған кезде, мына күрес жатқан кезде сыртында тұрасың ғой. Мына жүрегім шығып кете жаздап, әлгі жерге өзім бүйтіп аналарға барып күресіп көмектесіп жібергім ақ келіп тұрады. Жанымды беріп жібергім келіп тұрады. Өйткені енді ол ана сен жұмыс істейсің, ана баланды білесің ғой сен қаншалықты ол бала қалай істей алатынын. Кейбір жарыстарда ол мына неме бар, айналаң бар, бәрі ана балаға үлкен жарыстарда неметеді ғой, қорқыныш береді ғой. Сондықтан да енді сондай неметесің. Сондай уақытта балаларыңа қандай енді сөзбен немесе іспен қандай демеу бересің? Балаларға енді оны күрес барысында үйретіп тұрам уже. Мысалы күрес жатқан кезде сыртында айғайлап тұрам, осылай, осы захватты ал, осылайынан кір, осылайынан істе деп. Өйткені мына сырттан қарап тұрған жаттықтырушыларға ана баланың қимылы белгілі болып тұрады, көрініп тұрады. Кімге қазір осыны істесе, осы ана баланың слабый жағында көріп тұрасың, өзінің баланың мықты жағында біліп тұрасың ғой. Сондықтан да сыртынан да айғайлап тұрам анандай. Кейбір жаттықтырушылар болады ғой, просто отыра беретін. Мен бүйтіп отыра алмайды екенмін, анандай бірге барып айғайласып. Өзің секілді нәтиже шығарғанды қалайсың? Енді бір өзім сияқты, өзімнен асса екен деп ойлаймын енді мен. Өзім сияқты емес, ертең бір қалаға барып, бір биік белестерді бағындырып жатса, тіктей болсын бір еңбегім тисе бұл балаларға, маған үлкен бір жетістік деп ойлаймын өзім. Керемет. Мен енді кейде қарап отырам, мен барам ғой, көбінде сен тренировка жасаған уақытында жақсы күшті демеу бересің. Жалпы жарыстарыңда да болдым ғой, сыртынан да бақылап көрем, балаларыңа мықты, жаның ашып тұрған көрініп тұрады. енді менде қазір сұрақ, спорттық тәрбие мен сыныптың тәрбиесінің айырмашылығы қандай болады? Спорттық тәрбие мен сыныптың ба? Енді сен балаларға да сабақ бересің ғой қазір уақытта. Спорттың тәрбиесінде де, мына сыныптың тәрбиесінде де қаталдық керек. Қазіргі таңда қаталдық керек. Өйткені ол енді өзім мен көріп өстім ғой, мен спорт жолында енді жүрдім бала кезден, қазір әлі таңға дейін осы күрес спорт жанында келе жатырмын ғой. Бұл жерде тәртіп керек, неме керек, дисциплина дейді ғой орысша. Дисциплина керек. Сыныпта болсын, жалпы неменеде болсын, тренировкада болсын, ол тәртіппен дисциплинаның арқасында ғана бір биік белестерді бағындыра аласың деп ойлаймын. Екі жерде де бірдей тәртіп пен тәрбие керек. Енді болашақта қызың өсіп келе жатыр ғой. Жалпы қызың енді дәл өзің секілді күреске қатысамын десе, қыз бала дәл осындай спорт түріне қатысамын десе, сенің көзқарасың қалай болады негізінде? Жалпы енді бұл өте маған осы жиі қойылатын, жүрегімді телбірететін бір сұрақтардың бірі. Көбі сөйтіп сұрақ қояды маған. Мен өз басым ойлаймын, жалпы қыз балаға күрес негізі керек емес пе деп ойлаймын. Неге десең, енді қыз бала енді нәзіктіктің символы ғой бұл. Қыз бала енді басқа бір спорт түрімен айналысса, өзіне бір жарасымды бір спорт түрімен айналысса екен деп ойлаймын өзім. Енді мен енді күрескен кезде менімен бірге қатарлас қыздар да күресті. Енді олар енді көрді ғой, ұл баланың мысалға әлгі жерде жалаңаш денесін көреді, мысалға жарыстарда жалпы алған кезде, оның бәрі енді бір қыз балаға бір ауыр тиеді ме деп ойлаймын өзім. Жалпы енді қызым жайлы айта кететін болсам, енді қыздарымды ондай спорт түріне бермеймін бе деп ойлаймын енді. Болашақта енді білмеймін ғой не болады. Енді қыз балам, өзім үлкен қызым қатысам деп нетсе, енді басқа спорт түрін ұсынасың? Басқа спорт түрін ұсынамын, өйткені күрес деген ол қыз балаға келмей ме деп өзім өзінде кейде қиналып кететін кездер болады. Сол кезде мен просто сол күрестің айналасында жүргеннен кейін бұның ауыр немесімен, қиыншылығымен немесін бәрін білемін ғой.
Сондықтан қыз балаға ол керек емес нәрсе, ертең травма алады. Мысалы қыз бала ол ертең болашақ, енді жаңа айтқан сияқты қонақ қой, ол ертең бір үйдің ошағын жағып түтінін түтіндететін адамдар ғой. Иә. Сондықтан да қыз балаға басқа спорт Мгм. түрін сабақ жағына көңіл бөлсе ма деп Иә. өзім есептеймін енді. Негізінде қарсысың, иә. Иә, Бірақ басқа басқа спорт түрін спортпен ұсыну. айналыссын, бірақ күреске емес. Иә. Күреске керек емес пе деп ойлаймын, өйткені қыз балаға Иә. Енді керек емес. мектепке келгелі бері енді қанша жыл болды сен осы мектепке келгеніңе негізі? Мына мектепке 3 жыл болды келгеніме. 3 жыл болды келгеніңе. Енді мектепке деген көзқарасың қалай? Мектепте қандай минустар, қандай плюстер көрдің? Мектептің тәртібі деген секілді енді бір айта кететіндей, талқылайтындай әңгіме болса, екеулеп талқылап, Жалпы сен енді, өзің иә. ойыңды, мен өзім ойымды айтсам. Жалпы бұл мектеп жайлы айта кетсем, бұның сонау мен оқыған кезге дейін маған дейін де бұл мектептің тұғыры өте биік болды ғой, әлі де биік болады енді біздер жүрген кезде деп өзім санаймын. Жалпы бұл мектептің тәрбиесі жайлы айта кететін болсам, бұл тәрбиенің басында өзіміздің әлгі ұстазымыз Гүлтас Ернісімде тұр. Гүлтас Ернісімде тұрғаннан кейін тәрбие жайлы қалай айтамыз біз енді? Мен өзімді тәрбиелеп, өзімді ер азамат қылып, езі қылып жібермей өсірген кісіге мен тәрбие жайлы мен әлі күнге дейін сол кісіден мысалға мен сабақ аламын. Сол кісінің сыртынан бақылаймын, тәрбие жағы қалайына, мысалға менде енді адам болғаннан кемшілігім болады ғой. Қай жағынан жетпей жатса, сол жағын өзіме жетілдіріп алып отырамын өзіме, тәрбие жағынан. Минус деген енді мектепте сондай бір аса бір ауыр минус деген білмеймін енді. Қазіргі таңда мен өзім осы мектепте жұмыс істегелі бір байқағаным, қазіргі балалармен біздің көбінесе жұмысымыз балалармен ғой. Қыз балаларды көбінесе байқадым. Ауыздарынан сәл боғауыз сөздер шығып кетіп жатады. Қазіргі балалар мұғалім тұр ма, үлкен кісі тұр ма, соған қарамады. Бұрынғы біздің кезде біз оқыған кезде ер азаматтар бүйтіп боқтанып нететініміз ғой андай. Соның өзінде ескерту болады. болады. Ескерту болғанда ол қандай үлкен жаза болатын мектепте. Сен боқтан қалсаң, Гүлтас Ернісімде бізді ұлдарды бір кабинетке кіргізген кезде болды дей берді. Класстың өзі ұлдары бәрі сескенеміз, әлі күнге дейін сескенеміз өзі Гүлтас Ернісімде қанша тәрбиелеп алатын бізді. Аналарың не деп, ол енді бізге қазір біз одан жаман болған жоқпыз ғой. Ертең қазіргі балалар да ертең біз сияқты үлкен бір қоғамдық орындарда жұмыс істейді. Сол кездерде ауыздарынан ақ ит кіріп, көк ит шығып тұрса, ол өзінің тәрбиесіздігінің уже белгісі ғой. Сондықтан да мен осы мектепте сол қыз балалардың боқтанатынына өте қатты неметем, қынжыламын өзім. Қыз бала енді айтып кеткендей, ол қыз бала өзі мен көз алдыма қыз баланы мен елестетемін да, бір нәзік сондай бір еркелікпен андай өздерінің бір сұлулықтарын, бойларындағы сұлулықтарын тамашалап тұратын адамдар ғой. Ол ауыздарынан ақ ит кіріп, көк ит шығып тұратын қыздардың ондай керек емес пе деп ойлаймын. Неге десең, ертең қалаға барады, басқа студент болады қыздарда, боқтанып тұрса, мына жақтан сырттан қарап тұрған ер бала бұл қызға деген өзінің сыйластығын уже жоғалта болады да. Басқа оймен қарайды бұл қызға. Мына қыз немен боқтанып тұр деген сияқты, уже оған ертең қиын болады да. Боқтық сөз жалпы енді өзің көрген. Өзіме сол қатты қынжылатыным сол енді. Бірақ енді қазір енді бәлкім оқушылар көреді ғой, көрмейді емес. Көріп те енді біз алдында Рүстеммен жасаған подкастымызда амандаспау жайлы айтқам. Соны оқушылар көріп, ағай біз амандасып жүрік қой деп. Мен енді ол жерде айттым, көпке топырақ шашпаймын, бірақ амандаспайтын оқушылар бар деген секілді. Енді көреді оқушылар, өзің айта кететін әңгімең болса, енді айттың ғой сен жат қылық ол қыз балаға деп. Бірақ енді оқушылар көреді, не айтасың қазір, сені көріп отырмын, бәлкім мен жайлы әңгіме қозғаған шығар деп интерес болады, қарау мүмкін ғой. Жалпы енді оқушылар қазір бізді көбінесе осы ұстаз жағынан ғана бүйтіп көреді ғой, мына сырымызды мысалға білмейді да, мысалға көбінесе. Жалпы оқушыларға айтарым, сол тәрбие тал бесіктен дейді ғой. Қазіргі енді олардың тал бесіктері осы мектеп болып тұрғаннан кейін бұл жерден барынша тәрбие алуға тырысу керек. Өйткені мен де оқушы болдым, олар да қазір оқушы. Мен мұғалім болғалы бұл балалардан үйренгенім балаларға мынандай неме қылып қарамау керек, мысалы ұстаз болып қарамау керексің да. Көбінесе сен де бала болдың, олардың положениясына түсе білуді үйрендім да. Ол балалармен жақынырақ бүйтіп сөйлесіп, кейбіреуінің настроениясы болмай келеді таңертең, кейбіреу ұрысып келеді үйде, біреумен подружкасымен ұрысып қалады, мысалы қыз балалар. Сондықтан да енді
ана сол балалармен жақынырақ сөйлесіп, сабақтан тыс әңгімелер айтып, қазір енді әлеуметтік желі ғой көбінесе. Сол жердегі бір қызықты сәттерді талқылап нетсең, баланың көңіл күйі көтеріп, саған деген қарым-қатынасы өзгеріп, біраз жақындайды әр бала. Енді балаларға сол қазіргі осы мектептен айтарым көбінесе сол тәрбие алсын. Ең басты, басқа жерде қандай жерде болмасын, сен көпшілік ортаға дейді, мына көркем мінезіңмен сиясың дейді ғой. Өзінің көркем мінезің жақсы болса, тәрбиең дұрыс болса, ол сені любой жерде сыйлайды деп ойлаймын. Сен бір жерге барып боғауызданып, сөйленіп, мынандай таңдайсынып, мен осындаймын деп тұрсаң, сен ондай жерде ешкім сыйламайды. Кей оқушылар кейде көп ақыл айтып кетті деп, енді ол ақыл деп қабылдамасын. Оны енді өзінің қанша өзінің агрессиясын олай боқтық сөзбен шығармай, басқаша да шығаруға болады негізінде. Енді дұрыс айтасың, боқтық сөзді мен де өзім де естіген кезім болды. Жалпы боқтық сөзді ол қыздарға ғана емес, ер азаматтарға да. Ер азамат ол ұқыпты, тәрбиелі, мынандай кеудесін бүйтіп көтеріп жүретін азамат болу керек та, мектепте де, басқа жерде де ер азамат. Сен қазіргі өзі былай байқап қарасаң, жалпы бүйтіп сүмірейіп, бүйтіп неметіп жүрген ер азаматтарды көбінесе бағаламайды. Былай қоғамдық ортада жүргеннен кейін көресің ғой ондай адамдарды, енді көпке топырақ шашпаймын ғой. Бірақ та енді ер жігіт деген өзі сері болып жүру керек, серіленіп, былай істеген ісіне жауап бере алатындай, айтты ма істеу керек. Андай артық сөзі жоқ. Артық сөз енді ер азаматқа ата бабамыздан жараспаған ғой. Әйел адам емессің, салғыласып біреумен тұратын. Айттың ба, жұмысыңды уақытында істе. Істей алмайсың ба, сен значит әлі өзіңді дұрыс тәрбие алмай жатырсың ба деп ойлаймын. Өзің жалпы енді қыз балаға ғана тоқталып қалмай, ер азаматтың да көркемдік мінезін де айта кеттің, жақсы, керемет. Енді кешегі де футболды көрдің ба? Кешегі Интермен Барселонаны? Көріп қойған. Енді не үшін қозғап жатырмын? Жалпы енді футболдық өмірге, енді футболдық өмір қалай? Сен үшін футболдық өмірді енді саған былай қояйыншы. Ұстаздық, күрестік, футболдық қайсысын таңдайсың? Үшеуінің біреуінде. Біреуін ғана таңдайсың бірақ. Қазіргі таңда ма? Қазіргі таңда енді қазақта айтады ғой енді, асық ойнаған озар, доп қуған тозар дейді ғой. Қазіргі заманда енді біз кешігіп қалдық, мысалға футбол ойнап бір биік белестерді бағындыруға, анандай жұлдыз болуға біз кеш бастап қалдық та біз. Оның уже неметем, сырам бұны. Ал күрес жағына тоқтала кететін болсақ, одан да біз кешіктік. Менің шарықтап тұрған шағым ол қазіргі студент болып жүрген кезім ғой. Сол кезден мен тоқтамай, бір өкініш па деп та айтсам ба, бұл енді студент кезінде енді мен анандай немемен жүрдім ғой, графикпен жүрдім ғой, тренировка оқу. Мен сол кездегі күресім менің қазіргі күресімнен әлдеқайда бөлек болды. Мен сол кезден тоқтатпай қазір кетсем, бір биік белестерді бағындырар ем деген өзімде бір сенім бар да жүрегімде. Ал енді неге бармадың деп сұрақ қойғың келеді ғой сен. Неге бармадың деп сұрақ қойғың жауап берейін оған. Енді мен үйдің жалғыз ұлмын ғой үйде. Енді артымда отырған ата-анам бар. Ертең мен отбасы құруым керек. Әлгі семьямды асырауым керек деген сияқты өзімнің санамда сондай түйсігімде ой болды да. Мынау маған ертең мен осымен бір биік белестерді бағындырып ал кете алам ба деген бір өзімде бір қорқыныш болды жүрегімде. Көрдің ба? Содан енді қазіргі таңда деп отырған сол ұстаздық жолын таңдайын ба деп ойлаймын. Мен ұстаздық мамандығы енді ол әрқашанда өлмеген ғой. Айтады ғой, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп. Сондықтан да енді барынша енді бар білгенімді осы балаларға үйретіп, тәрбиемді, өзімнің көргенімді көрсетсем бе деп ойлаймын оқушыларға. Ертең бір оқушылар енді және мен айтып отырғандай өзімнің Ерлан ағамды айтып отырмын ғой жарықтық. Сол кісі сияқты ертең мені бір жерде айтып отырса, осы Елдар ағам жақсы тәрбиелеген, бізді үйреткен осы кісі бәріне деп отырса, ол мен үшін бір биік шыңды бағындырғанмен тең бе деп ойлаймын. Дұрыс, өте дұрыс. Енді жалпы футбол саған қазіргі уақытта не үйретті, футбол өзіңе? Енді бұл футбол деген бұл күрес сияқты емес, командный ойын ғой. Бұл жерде ұжыммен ойнайсың да, бір-біріңе түсінушілігің, адамды түсіне білу керексің футболда. Жалпы
сен шабуылдамасаң саған шабуылдап гол салады деген сияқты ғой бұл жерде. Өмірде мына өмірге мен көбінесе өзі әр спортты былай өміріммен байланыстырамын. Бұл футбол енді маған бергені бұл өмірде бірінші әрекет ету керек әр нәрседе. Әр нәрседе бірінші әрекет етіп, сол кезде ғана бір жеңесің бе деп ойлаймын өмірімде. Сол футболды көбінесе соған нетемін, байланыстырамын өміріме. Саған мен бір білгенім бойынша енді қазір осы кезде ой түйіп отырмын ғой. Саған қандай спорт түрін берсе де алып кете алады екенсің. Өйткені енді күресті де айтып жатсың, футболды да айтып жатсың. Енді волейболға да барып жатқандарын көріп жатырмын. Ол тағы енді оны айланып алып келген кезде бұның бәріне сол осы мектебіміздің сол Ерлан ағамның арқасы ол. Ерлан ағам енді ол жай ғана күрес пен футболдан ғана бермей, ол бәріне баулады ғой бізді. Баскетболға да, әлгі волейболға да үйретті, жүгіруге де бәріне салды бізді. Ол кезде енді сол бәріне сала берді. Мына жолдасым болды, бір өкінішім болып тұрғаны қазір айта кетейін, енді осы жерде жарықтық Ерлан ағам, мына Еркебұлан Қуатбекұлы деген жолдасым бар. Өзім осы мектепте класстасымыз, параллель сыныпта оқыды, екеуміз футболды бірге ойнадық, бірге өстік, көршіміз, бірге тұрамыз. Сол кезде Ерлан ағамыз бізге сабақ береді, футбол ойнадық, ойнап жүрдік. Сол кезде Ерлан аға айтты, 7-ші сыныпта ма, осы өтірік айтпасам, 8-ші сыныпта ма, екеулеріңді мен Алматыға жіберейін деді. Алматыға жіберейін екеулеріңді. Әлгі футбольный академияға ше, футбольный академияға барыңдар, сол жерде оқыңдар, сол жерден өсесіңдер деді. Оны біз Еркебұлан екеуміз ойландық, толғандық. Содан үйдегілермен сөйлестік. Енді үйдегілер енді жалғыз ұлдарын кім жібергісі келеді? Үйдегілер жібермеді. Содан ол қалды. Сол кездегі бір енді қазір жолдасымыз екеуміз отырып неткен кезде, сөйлескен кезде екеуміздің де бір сондай бір өкінішпен бүйтіп артқа қарайтын кезіміз сол ма деп ойлаймын. Кездескен сайын енді Еркебұлан екеуміз енді жақынбыз ғой, ойнағанымыз, бірге өскенбіз. Футболды да қатырып ойнадық деп айта аламын мектеп кезінде. Кездескен уақытта міндетті түрде осы өкінішті қозғайсыңдар. Өкінішті обязательно қозғаймыз. Енді жалпы дос туралы өзің ойыңды айта кетші. Дос қандай болу керек? Енді жалпы дос жайлы айта кетсем, ол себепсіз сенің қалыңды біліп, жайыңды сұрап, жағдайыңды сұрайтын адамды ғана мен дос деп айта аламын. Ол анандай керек кезде бүйтіп сені пайдаланып, қалайсың досым деп анандай звондайтындар болады ғой. Ондайларды мен өзім бейтаныс адам ба деп ойлаймын. Әшейін бір таныс адам ба деп ойлаймын. Дос деген ол сенің күндіз-түні жанында болмаса да, қиын кезде қиналып, жанынан табылатын адамың ғой. Сырынды айта алатын адам, ол сенің жолдасың болады. Былай ол жай әшейін бүйтіп көрген, бүйтіп амандасып, бір-екі рет жақсы сөйлесіп қалған адам, ол мен өзім жолдас деп санай алмаймын. Жолдастық деген енді оған өте қиын. Қиындықты да, қуанышты да бірге көрген адамдар енді дос деп айтуға болады, дұрыс айтасың. Енді футболда немесе күресте жеңілген уақытыңда өзіңді қалай, немесе өзіңді қалай ұстайсың, немесе қалай жеңесің өзіңді? Енді ол негізі спорт деген ол эмоциональный нәрсе ғой. Жалпы енді қай адамды алып қарамасаң, ол жеңілгенді ұнатпайды да. Мен өз басым өте қатты жек көремін. Әр қандай спорт болмасын да, жалпы өмірде бүйтіп жеңіл қалғанды мен жалпы өзім қатты күйзелемін ондайдан. Енді ол қалай жеңесің деген кезде, мен мысалға спорттан жеңілсем, мен өзім ішімнен сұрақ қоямын, сен қалай жеңілдің деген сияқты. Осыған сен осы салада жүргеннен кейін сен өзіңді көрсете білу керексің, өзіңді командаңды сүйрей білу керексің деп өзімді іштей жіберіп барып, қайтадан сол жаттығуларымды еселей түсем. Әр мысалы күресте болсын, мысалы күресте ұтылып қалдым ба, мен өзіме сұрақ қоямын, сен қалай ұтылдың? Немеден ұтылдым? Мен ана бейне таспаға түскен күресімді қараймын, қай жерден ошибка жібердім, не істедім, қалай істеу керек, бүйтіп істеген кезде былай істеуім керек еді да деп қайтадан соны сабағым жазам. Мен кәдімгідей мысалы жазам. Мен әр тренировкамды жазам. Мысалы күрес тренировкаға келген кездегі жаңағы ерекшелік деп айтып отырсың ғой, мен өзіме жазып әкелем бәрін. Бүгін осыны істетемін, бүгін осыны істеймін деп. Дәл сол сияқты өзім жеңіл қалғанда да, мысалы осы баладан осылайынан осы немеге ұтылдым деймін де, әлгіні оқимын, осыны қайталаймын, жаттығу барысында осыны шынықтыра беремін. Сол мысалға әдіске түстім ба, сол әдісті шыңдай беремін қайтадан. Содан қашу әдісін үйренемін, адамды зерттей беремін. Қай спорт түрі болса да жеңілсең, өзіңнің қателіктеріңді қарап,
сол қателікті келесі уақытта жасамауға тырысасың. Енді әңгімеден әңгіме шығып, енді жалпы мына жерде бір кішігірім ойын ойнап, ойында болады бізде негізі, құрметті көрермендер. Ойын деп те айтпаймын, бірақ енді кішігірім сұрақ қоямын. Сенде таңдау болады. Жылдам жауап бересің ғой. Спорт стилінде болады енді. Так, саған бірінші сұрағым. Жаттығу ма, демалыс па? Жаттығу. Футбол ба, күрес па? Өте қиын таңдау екен. Бірақ біреуіне жауап біреуіне жауап бересің. Футбол. Футбол, күш пе, ақыл ма? Қалай? Күш немесе ақыл? Ақыл. Жеңіс пе, әлде әділдік пе? Әділдік. Керемет. Қай салада жаттықтырушы болғың келеді негізі? Қандай спорт түрі немесе көп қой? Футболдан жаттықтырушы болғым келеді. Егер жаттықтырушы болсаң, қазір енді бұл енді миллион просмотр деп айта алмаймын, бірақ енді Қазақстан футболында қандай кемшіліктерді көресің? Жаттықтырушы болсаң, нені түзейтін едің? Қазақстан футболына мен жаттықтырушы болып барсам, егер де өзім, мен балаларды ауылдан жинарым. Балаларды? Ауылдан жинарым балаларды. Неге десең, ауылдың балаларының жеңіске деген жігерлігі, бір биік шыңды бағындырам деген ниеті жоғары болады. Ал андай жалпы алған кезде ауылдың балалары өзі физически данныйда мықты бола бастайды, төзімді бола бастайды. Қаланың баласы деп енді көпке топырақ шашпаймын әрине, бірақ ауылдың баласы өмірге бейімделіп өседі. Ауылдан өзі сондай тәрбие алып өседі балалар. Ертеңде қандай бір қиын жағдайда болмасын, бір жеңіле қалмайды да, өмірде де жеңіле қалмайды. Наоборот, жеңіске жету үшін әрекет жасай береді. Содан бір енді қазіргі футбол клубтарда көбіне қаланың емес, ауылдың балаларында жинаса деп айтасың. Жаттықтырушысың сен, ауылдың балаларын жинап, өзіміз сияқты қарапайым қара домалақ балалардан ауылдан келіп бағана сияқты жарыстар, мысалға бүгінгі сияқты, сол балалардан қарап отырып, кім ойнай алады, жақсы ойнай алады, кімнің икемі бар деген сияқты балаларды жинап шақырып аларымен ба деп ойлаймын өзім. Керемет. Енді сен қазіргі уақытта жас кадеттердің жетекшісің, енді жас кадеттер жайлы, жас кадет балалар ертең оқушыларын көреді. Оларға сенің көзқарасың қалай? Олар саған деген көзқарасы қалай? Енді өзіңді айта кетсең. Енді қазіргі таңда сол жас кадет, полиция кадеттерін тәрбиелеген жетекшісі боламын. Енді ол балаларға қарағанда, енді олардың көпшілігі, мысалы, ұл балалардың көпшілігі менде күрестегі балалар. Оның қазіргі балалармен қарым-қатынасым өте жақсы деп айта аламын. Түту көз тимесін. Өте жақсы. Қыз балалармен де жақсы. Қыз балалар енді басында мен ойлапты қатал, енді сондай адам деп. Бірақ енді қаталдығым енді бар ғой, енді ол адам балалармен жұмыс істеген кезде мына ұстаз бен оқушының арасындағы субординация болады деген сияқты. Ол қаталдық біраз таныту керек балаларды. Қазір совсем есіртіп жіберсең, ол басқа шығады балалар қазіргі таңда. Сол жында сәл жұмысымен, күлкімен, ойынмен да мен өзім солай жас кадеттерім. Шамадан тыс артық. Мен кадеттерім менің мінезіме үйренді ме деп те ойлаймын. Мен өзім мына мінезім бір беткейлі мінез ғой, көп сөйлемеймін, албаты күле бермеймін, көп салғыласпаймын, айтам ба істеймін уақытында. Сол сияқты, сол менің мінезіме қазіргі оқушыларым өзі үйреніп алған сияқты. Айтам ба уақытында істейді. Кел дейін ба, келеді. Кейбірді естіп жатасың ғой, кейбірді немелерден, ұстаздардан, оқушылар келмей қалды, оқушылар келмейтін болыпты деген сияқты. Енді Құдайға шүкір, менің өзім ұстаздық жолымда ондай нәрсе бол көрмепті менде. Кешігіп болсын келеді балаларым. Мен оған сеніммен отырамын да. Жалпы сол кадеттер жайлы енді, кадеттерден де тәрбиелеу ғой біздің басты мақсатым, тәрбиелеу, дұрыстап бір неме беру, болашаққа бағдар беру ғой. Ертең осындай мамандықта осындай қызмет етсең, осындай боласың, үлкенді сыйла деген сияқты тәрбиелеу. Мен алғаш сол кадеттерге келген кезімде ең бірінші айттым, үлкен кісілер келе жата ма дедім жолда, мектептің ішінде болсын, бүйтіп лестницадан бүйтіп енді екі адам шыққа алады ғой, сол кезде үлкен кісі алдынан шыққаса былай шетке тұрып жіберіңдер дедім. Есікке келсек та, есікте де үлкен кісілер кетіп бара ма, жіберіңдер дедім. Оны неге айтып отыр дейсің ғой? Өйткені қазір көбінесе байқаған кезімде оқушылар, мұғалімдер кіріп келе жатса, андай жол беру деген білмейді. Өзіңді қағып бүйтіп
өзі бірінші өткеткісі келіп тұрады да. Мгм. Ол өте үлкен жаман нәрсе енді. Жаман нәрсе да ол. Мгм. Енді Ксе- қатты Иә. жаңада сен де айтып отырсың ғой, шамадан тыс болмау керек. Иә. Мұғалім болсаң мұғалімдік жұмысын Иә. жасауың керексің, оқушы Әр болсаң немесінде, оқушы, иә. иә. Оларда енді сол жаңағыдай сен күліп қараған мұғалімдерге бәлкім босаңсып кеткен шығар деп ойлаймын менің де Иә, ойымша. иә, мен Қаталдықты сөйтіп таныту керек негізі. қаталдық болу керек Мгм. әр немеде. Мгм. Қаталдық болу керек. Енді жас мына- кадеттермен жұмыс істеу Иә. саған несімен ерекше? Енді сөзіңді бөліп жіберсем? Жоқ, жас кадеттермен жұмыс істеу енді ол мына өзімді сынып жетекшісі ретінде санаймын да, ол Мгм. балалармен ше. Иә. Ол балалармен енді ана кезінде маған енді ұстаздық болған, сынып жетекші болған Гүлтас Ернісімнің ғой. Мгм. Сол кісінің үйреткенімен сол кісі маған бізге мына сыныбымызға қалайынан бүйтіп немеді жақсылықтарын көрсетті, мен де сол балаларға сондай жақсылықтарымды көрсеткім келеді да, Мгм. істегім келеді, үйреткім келеді, апарғым келеді, Мгм. ұрысатын жерде ұрысып аламын, анандай Жұмсақ болатын. жұмсақ болатын жерде жұмсақ болып аламын, балалармен сөйлесіп аламын. Қазір енді балалар көбінесе сол жаңағы айтқандай әлеуметтік желі ғой қызықтыратын ол балаларды. Иә. Сол жағынан да қызықтырамын, видеоға түсіремін, өзің көрушісің ғой, Иә. видеоға түсіріп андай балаларды қызықтандырамын. Иә. Қазір енді Құдайға шүкір балалардың басында камераны бүйтіп ашқан кезде ұялып нететін қыздарымыз. Мгм. Қазір енді байқасам үйреніп Иә. алыпты. Енді қызық болып тұр. Жас кадеттерін осында сұхбатқа шақырса келетін шығар деп ойлаймын. Емін еркін сезінетін шығар бәлкім, Мен иә? айтсам келіп тұр ғой қазір. Иә. Емін еркін балаларым камерадан қазір ұялмайды деп те айта аламын мен. Көбінесе мына 100%-ның 80%-ы бұл балалар қазір ұялмайды камерадан. Иә. Енді мына жерде сенің ойыңша патриоттық тәрбие мектепке жеткілікті ме? Ол Патриоттық патриоттық тәрбие деген ол әр азаматтың жүрегінде болатын нәрсе. Мгм. Болу керек деп санаймын. Мен өзім енді жалпы алған кезде ол патриоттық сезім мына жаңағы айналдырып әкелген кезде спортта да. Сен мысалға осы мектептің атынан бір спортқа қатыссаң, сенің осы мектептің абыройын түсірмеу, биік белестерді бағындырып осы мектептің атын шығару да ол бір патриоттық сезім ба деп ойлаймын өз басым. Жалпы мына өзіміздің Қазақстанға ғана емес, жалпы енді азамат болғаннан кейін мына елім деп езіліп, жұртым деп жұмылып қызмет ету керексің ғой әр нәрседе. Сондықтан да енді сол әр баланың да жүрегінде патриоттық сезім болу баланың сезімінде болу керек, мына жүрегінде болу керек. Мына мен ертең осы ауылымды көркейтемін, ертең осы ауылыма келіп қызмет етемін деген мына адамның жүрегінде болу керек деп санаймын мен өзім. Қазір енді кадет болған бала болашақта қандай мамандық иесіне айналу керек? Қандай мамандық иесін ұсынар едің қазіргі кадет оқушыларыңа? Қыздарға ма, ұлдарға ма? Қыздар, ұлдар болсын, бәлкім жалпы енді сенен сұрайды ғой, ағай деп, қазір енді сенімен тікелей байланыста, күшті байланыста ғой. Сенен сұрап жатса, қандай мамандық иелерін ұсынар едің? Жалпы енді ол әр баланың өзінің бір армандаған мамандығы болады ғой. Енді мен ұсынарым енді осы бір ұсынарым ұстаздық жолын ұсынар едім балаға. Ұстаздық жолын ұсынар едім, өйткені енді мына ұстаздық деген ол біздің пайғамбарымыздан келе жатқан сүннет болып саналады ғой, ұстаз ету деген. Жалпы тағы ұсынатыным сол мына өрт сөндіруші болуды ұсынар едім. Мына еліне пайдасы тиетін бір мамандықтарды ұсынар едім. Мен ана бір биік бір креслода отыратын сразу ондай жеңіл бара салатын мамандықтарды мен құптамаймын өз басым. Адам баласы болғаннан кейін еңбектеніп, өзінің маңдай терін төгіп, барып өскен адам ғана ол өзінің ауылына жаны ашып, өзінің ауылын көркейтуге ғана қызмет ете ме деп ойлаймын. Жақсы, керемет. Сондай мамандықтарды өзім көбінесе балаларға айтып отырмын. Енді қазіргі жастарға өзіңнің беретін кеңесің қандай? Қазіргі жастарға енді оларды көбінесе осы өзіміздің ұялы телефон тәрбиелеп отыр ғой қазіргі заманда. Бұл телефон ішінде керек нәрсені ғана алу керек па деп ойлаймын өзім. Өйткені ол жерде әртүрлі нәрселер көруге болады. Мысалға жаман нәрселерді де көріп жатады балалар. Қазіргі жастарға сол айтарым, ең басты сол жүрегіне имандылық, бойына тәртіптік, сол тәрбиесі дұрыс болу керек, жүріс тұрысы дұрыс болу керек. Ер азаматтарға көбінесе айтқым келеді, мына мектептің оқушыларына қараймын ғой енді, ұл балаларына төменірек, ортаншы сыныптарға мына қарапайым аяқ киімнің өзі, мына крем демей тазаламай жүру, ол өзі уже бір салақтықтың белгісі деп ойлаймын. Өйткені мына
жау енді ең басты аяғына қарайды ғой. Сондықтан да өз мына ұқыпты жүру балаларға, қазіргі жастарға тәрбиелік сол мағынасы беретін ұқыптылықты айтар едім. Содан кейін енді қазіргі мына студенттер болады, мысалы қалалар 11 бітіретін балаларға айтарым, қалаға барғаннан кейін өздерінде бос уақыт қалдырмасын деп айтқым келеді. Өйткені мына адамды бұзатын бос уақыт. Бос еш нәрсемен айналыспай қалсан, бір өзінің басына бір жора жолдастар пайда болады сол сияқты. Содан кейін бос уақытта өзі неше түрлі қылмысқа да барасың, мысалға басқа да нәрсе істейді деп ойлаймын. Сондықтан да өздерінің қазіргі жастар барған кездегі бос уақыт қалдырмасын өздеріне. Бос уақыт Иә, болмау керек. бос уақытында барыңдар, тренировка жасаңдар, кітап оқыңдар. Көп қой айналысатын нәрсе. Керекті, өзіне керекті. Өйткені қазір ауылдан әлпештеп әйелеп жіберген ата-аналар оларға сенім артып отырады. Олар оқып жатыр, бұлар ертең бір бізді асырайды ау деген үмітпен қарап отырған ата-анаң болғандықтан сен бір чалыс басуға құқығың жоқ па деп ойлаймын. Керемет. Жалпы енді бұл подкастты бір сөзбен сипаттасаң, енді айтатын әңгімелерің болса, қазір өзіңнің рахмет айтатын адамдарың болсын, немесе отбасыңа, қазір бала шағаң бар, соңғы жағын енді өзің көріп жатсың, подкасттың соңғы жақтары әсерлі болып жатыр. Енді көп көрерменге ұнап жатыр. Енді ол сендердің жалпы енді маған ең біріншінде сендердің қолдауларың керемет болды. Сол үшін енді алға қарай осы уақытта, осы бағытта қате кемшілік болса да әйтеуір түзеуге тырысып жатыр ғой барлығын әр подкастта. Енді біз бұл подкасттарды тек санаулы ғана мұғалімдермен ғана түсіріп қана қоймаймыз. Түсіре береміз, жалғастыра береміз, жобаны жалғастыра береміз. Жалпы енді өзіңнің айтатын рахметің болса, отбасың жайлы айтқың келсе, отбасыңа рахмет айтқың келсе, енді әсерлеп жеткізіп жіберсең соңғы жақтарын. Енді жалпы мен көбінесе енді ер азамат болғаннан кейін, ұстаз болғаннан кейін көп айтарым сол оқушыларға ғой. Негізі осы подкасттың да мән мағынасы бәрі оқушылар көрсін, білсін, осылай бізге қарап енді дүзелсін деген ойым өзімнің. Айтарым оқушыларға енді ең бастысы осы мектепте қазіргі балалық шағын осында жүрген сыныптастармен өткізген, мұғалімдермен өткізген әр сәтін бағаласа екен деп тұрмын ғой. Неге десең, өзімді оқушы болдым да, өзім қазір қатты сағынам. Өзім мектеп оқыған кезімде балалық шағымды өте қатты сағынам. Ал енді қазір мен саған бір не ете салайыншы. Балалық шағыңа бір сәтке сені қайтаратын болса, өзіңе не айтар едің? Ой, жалпы енді балалық шаққа енді барсам, мен осы мектепте қайтадан оқысам да өкінбес пе едім деп ойлаймын. Осы мектепте оқып, дәл сол сыныптастарыммен отырып, сол партада өткізген әр сағат, әр минут, әр балалық шағымның әр өткен әр немесін қатты бағалармен деп ойлаймын. Сондықтан да сол балаларға да қазір айтамын ғой, соның балалық шағын бағаласын ба деп. Осы уақытта айтады ғой, балалық жайлы бір керемет өлең бар да. Жастығым өтті, басқаның бәрі жаттанды, бір басқан ізім күнде бір қайта тапталды дейді. Бәрінен соның артық екен Құдай-ау дейді. Саршына аулап сарғалдақ терген балалық дейді. Арқа тұтар аға болдық па кімдерге, жеткендер де бар бұл жерге, жетпегендер де бар бұл күнде. Миллион есе бақыт екен мен бұдан, саршына аулап сарғалдақ терген балалық дейді. Сондағы шексіз де шексіз қуаныш, неге сен сонша іркіліп кеттің бірдеңе дейді. Сондықтан осы балаларға айтарым, әр сәтің, әр мына сыныптастармен өткізген әр уақытын үнемді пайдаланып, әр қызық сәттерін бағалай білсе екен деп ойлаймын. Тиімдірек пайдаланса деп ойлаймын. Ал енді жалпы подкаст жайлы өзіңнің жеке ойың қалай, өзіңді еркін сезіндің ба? Подкаст жайлы енді бұл бізде енді осы күнге дейін енді болмады да бұл нәрсе. Біз бұны Instagram желісінен көріп жүрдік. Мысалы басқа кісілер үлкен жұлдыздар, өнер адамдар түсіріп жүрді. Не нәрсе екенін ұқпадық та, солардыңнан көріп барып қана біз оқыдық подкаст екен. Мектепте енді осы немен айтқан кезде мен өте қатты қуандым өзім. Осы жобаны ұсынған кезде осыны істейік деп өзімді енді өзімнің барымша енді тырысып саған немемді айттым, осылай істейік деп. Бұл енді ойлаймын, бұның енді осымен аяқталмай, бұл биік белестерді бағындырса екен деп ойлаймын. Өйткені бұдан қарап отырған оқушы ертең өзіне даже былай қарап отырсаң, чай ішіп отырып, қарап отырып, жай қарамай естіп отырған өзінде де бір саналы адам өзіне бір керек нәрсесін ала ма деп ойлаймын бұл подкасттардан.
бала болсын, үлкен кісі болсын, басқа болсын, Мгм. яғни саналы адам өзінің түйсігіне түйіп ала ма деп ойлаймын бір нәрселерді. Мм. Подкастқа жауап айтқан кезде ойым өте жақсы, бұл енді ары қарай дамыту керек па деп ойлаймын бұны. Қосатын Иә. үлестері де болады. Иә, Бәлкім иә. енді бұл осы 4 қабырғаның ішінде ғана бола бермейді. Алдағы уақытта басқа жерлерде мен түсіреміз. айтқандай сол басқа жерлерге де барсақ Иә. па деп айттым ғой, Иә, басқа жерлерге де түсіруге болады. керемет болады. Енді ал біздің подкастымыздың дәстүрі деп айтайын ба, сені қазір бүкіл әлем тыңдап тұр. Не айтар едің? Жалпы әлемге ме? Бүкіл әлем сені тыңдап тұр, сені түсінеді. Не айтар едің? Жалпы енді әлемге айтарым, бүкіл әлемге айту деген қызық екен. Мгм. Сабырлық танытып, біраз сабырлық керек, сол одан кейін тәрбие ғой. Айтарым, ең бастысы қандай жерге болмасын тәрбие. Тәрбиені айта беремін бар жерде. Сен басынан тәрбие дедің, аяғына дейін тәрбие. Дұрыс айтасың, өте орынды. Тәрбие деген тәрбиесіз адам бұл надан адам ғой. Мм. Былай айтқан кезде. Сен тәрбиең болмаса, сен ешқай жерге сыймайсың. Бүкіл әлем сені тыңдап тұрса, тәрбиелі болыңдар деп айтатын. Енді жалпы өзіңнің айта алмай қалған, өзіңнің талқылай алмай қалған әңгімелерің жоқ па? Толықтай айттың ба? Өзіңді еркін сезініп, Өзімді еркін сезініп отырмын енді бұл жерде. Қозғайтын әңгімең болса. Енді жалпы енді қозғайтын тағы қандай әңгіме бар мектеп барысында енді. Мектеп барысы сол көбінесе сол оқушылар ғой, сол оқушылар енді сен жаңа айтып қалдың ғой, амандасып жүр, кейбіреулер амандаспайды деп та. Қазіргі таңда оқушылар өзі мен байқаған былай адамның дәрежесіне қарай амандаса ма деп та бір кейде ойлап қаламын. Енді ол әңгімені 100%. Жалпы енді сәлем сөздің анасы дейді ғой. Ол сен ассалаумағалейкум, сәлеметсіз бе дегеннен сенің ешқай жерің түсіп, ешқай жерің бүйтіп қисай қалмай ма деп ойлаймын. Наоборот, амандасып жүрсен, сен өзің былай жақсы ғой енді көңіл күй сыйлайды ғой, амандасу деген. Ол мені ескеріп жүр екен ғой деп қалады кішкене. Өзі амандасқанда да өзі оқушылармен де амандасқан кезде өзі бір таңертең келе жатқан кезде ассалаумағалейкум ағай деп біреу алдынан шықса, өзің бір елжіреп жақсы болып қаласың. Жұмысқа деген ниетін одан ары ашылып, бір денеңді көтеріп амандасып жатыр екен ғой менімен деп, былай сыйлайды екен ғой мені деп неметіп қаласың былай іштей. Сол енді оқушыларға сол тағы айтарым, сол сен айтқандай сәлемдесіп жүрсін, дәрежеге қарамасын адамның. Жалпы алған кезде ол кісі еден жуушы кісі болсын, мұғалім болсын, басқа болсын, үлкен жоғарғы шендегі кісі болсын, ол амандасу тағы қайда кетеді, сол тәрбие ғой. Тәрбиеге байланысты ғой. Ал енді келесі шығарылымызды қай мұғаліммен, енді алдында айта кеттік, комментарий арқылы дедік та, бірақ енді Рүстемнің шығарылымында қанша бір 200 адамдай көрген, бірақ енді ешқайсысы бірақ айтпапты келесіде кім жақсы сөздер жазған, бірақ енді келесі шығарылымда сен өзің айта кетсең, комментарий арқылы анықтап кетсін. Комментарий емес, енді мен саған өзім көргім келеді деп айтатын мысалға бір кісім жоқ енді, бір сондай нететін деп. Бірақ мен өзімнің ойым енді бір үлкенірек кісімен, өмірдің кітей ащысымен, суығымен, ауырымен, жеңілін көрген кісімен бір сұхбат болса ма деп ойлаймын өзім. Өйткені ол кісіден мен өзім мысалға бір үлкен бір қазір кісіні әкеліп өмірдің қиыншылығын көрген кісі келген кезде ол саған бір әңгіме айтады ғой, жақсы әңгіме айтады. Содан көрген кезде мен бір сабақ алсам ба деп ойлаймын өзім. Көріп отырып өзіме сондай бір жақсы бір әсер қалдырса екен ол кісі деп ойлаймын. Үлкен кісі шақырған дұрыс деп. Комментарий арқылы емес, бірақ үлкен кісі. Комментарий емес, бір үлкен кісі болса деп ойлаймын енді. Ол енді мынандай бізде ауылымызда үлкен кісілер көп қой. Сол үлкен кісі керек. Жалпы онда әңгімемізді қорытындылай кетейік. Өзіңнің айтатын рахметің өзі, рахмет сөздеріңді толықтай айта кетсең. Жалпы енді мен рахмет айтам. Ең бірінші осы ата-анама, отбасыма үлкен рахмет айтам. Осындай ер азамат болып, белгілі бір биік шыңдарды бағындырған өздеріңіздің арқаларыңыз, ата-анама, отбасыма үлкен рахмет. Және де тағы айтатын кететін болсам, ұжымыма, осы мектептің ұжымыма үлкен рахмет. Неге десеңіз, осы мектеп өзінің, осы ұжым өзінің әріптесін емес, өзінің оқушысындай мені қабылдап, бір артымнан биік белестерді бағындыруға түрткі болған ұжым деп айта аламын.
осы ұжымға үлкен рахмет. Қалған рахметтер мен жора жолдастарыма, туған туысқандарыма осы подкастқа тіркеліп, осы подкастты қолдап дамыта берейік бәріміз. міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер. Қош, сау, саламатта болыңыздар.